Өзгеруге бел бусаңыз. Көптеген клиент теориямның осы тармағын білген бойда өмірдің жағымсыз жағдаяттарынан қорқып, қолын бір сілтеп кетіп жатады. Кейбіреуі өзіне немесе өмірге ызаланып ашуланады да ақырында беріле салады. Берілу сөзінің мағынасын мен мұның бәрі құр бекершілік, бірдеңені өзгерту мүмкін емес, ендеше тыраштанып керегіне, қазір қандай болсаң, сол қалпыңда қал дегендей сыңайда түсінемін. Ал мен үшін ылғи ашуланып, ызаға булығып жүру, жалқау оқушыны жазалап, бір аяғын көтертіп, бұрышқа тұрғызып қойғанмен бірдей. Осының бәрі сізге таныс болар. Өміріңізде бір жайсыз оқиға болды. Ашуланасыз. Тағы бір қиындыққа тап келдіңіз. Теріңізге симай тырсылдап кетесіз. Бірақ ашуланасыз да қоясыз, шектен шықпайсыз. Ал бұдан қандай жақсылық күтесіз? Меніңше, үнемі ашуға булығып жүру ақмақтық әрі пайдасыз құлық. Уақытты текке зая ету. Сонымен қатар, бұл өмірді жаңаша, басқаша қырынан қабылдаудан бас тарту. Мұндайда өзіңізден ашуға бой алдыратындай осынша қиындыққа қалай тап болдым деп сұрағаныңыз әлде қайда пайдалы болар еді. Қандай иланымыңыз сізді кедергілерге кезіктіріп түңілте береді? Өзге адамдар ашуыңызға тиетіндей бойыңыздан қандай да қуаты есіп тұрады? Өз дегеніме жету үшін неге міндетті түрде ашулануым керек деп ойлайсыз? Есіңізде болсын. Өзгелерге бергеніңіздің бәрі өзіңізге қайтып оралады. Сіз ашуға неғұрлым көп берілсеңіз, соғұрлым келеңсіз жайттарға жиі тап боласыз. Бұл бұрышқа тұрғызып қоятын жазалау түріне өте ұқсайды. Солай емес пе? Ал енді сұрайын дегенім, осы параграфты оқығанда ызаланған, бәлки тас-талқан ашуланған шығарсыз. Тамаша. Мен діттегеніме жеттім. Нақ қазір өзгеруге ниетіңізді ояту үшін менің сөзім шамыңызға тию керектін. Өзгергім келеді. Қаншалықты бір бетке екеніңізді білгіңіз келе ме? Олай болса, өзгергім келеді деген идеяны байқап көріңіз. Бәріміз жақсы өмір сүруді армандаймыз. Бірақ осы бағытта нақты қадам жасамаймыз. Өзіміздің емес, олардың өмірдегі жағдаяттардың өзгергенін қалаймыз. Бірақ ең алдымен ойлау дағдымызды, сөйлеу және сезім ауанын аңғарту мәнерімізді өзгертуге тиіспіз. Тек содан соң өн бойымызда және айналамызда өзгерістер басталады. Бұл да біздің алға басқан қадамымыз. Өзімізді қандай проблемалар толғандыратын және олардың қалай пайда болғанын біліп алдық. Енді өзгеруге ықылас пайда болуы керек. Мен қашанда бір беткейлігіммен ерекшеленетін едім. Тіпті жылдар бойы өзімді жетілдірумен айналысқаннан кейін де, яғни қазір де өмірімді өзгерткім келген кезде қыңыр мінезім бас көтереді де өзгеріске қарсыласып бағамын. Кей кездері өзімдікі дұрыс деген аса сенімді кейіпке еніп, ашуланшақ, әрі томаға тұйық қалыпта боламын. Иә, бәрі бастан өтіп жатады. Бірақ мен өзгерістің алма тұсын тап басуды білемін. Әлде қандай иланымнан арылуға бел буған шақта ой санамның тұңғиығына бойлай түсемін. Ең алдымен таптаурын ойлауымды жаңаша ойлау тәсіліне өзгертуге тиіспін. Кейбірі оңай, ал кейбіреуі қиындықпен өзгереді. Кертартпа көзқарасымнан арылу құс қауырсынымен қойтасты көтеруге тырысқанмен пара-пар әрекет. Қасаң ой пікірге тиістей қатып жабыса берген сайын, нақ содан арылудың мен үшін өте маңызды екеніне сезіне түсем. Ал мұны менің үйреткенімнен гөрі жеке тәжірибе арқылы тезірек ұғуға болады. Дарынды педагогтердің дені бақуатты әулеттен емес. Көп азап шегіп, небір ауру сырқауды бастан өткерген бақытсыз отбасылардан шықты деп ойлаймын. Осынау сынақ тезінен өтіп, ескі иланым қатпарларынан арылу арқылы ғана олар өзгелерге шапағатын тигізетін дәрежеге жетті. Жақсы ұстаздың көпшілігі үнемі өзін жетілдірумен шұғылданып, сананың шектеуші кедергілерін біртіндеп жойып отырады. Осылайша бұл олардың өмір бойы айналысатын шаруасына айналады.
Қазір өн бойымнан өзгертуді талап ететін тағы бір тұсымды тауып алған кезде бұрынғыдай ызаланбаймын және өзіме көңілім толмайды деген пікірді жолатпаймын. Байыпты түрде оның өте қажет қарекет екеніне ден қоямын. Бұл менің өткен және осы шақтағы жұмыс әдістерімнің басты айырмашылығы десем болады. Үйді тазалау қамы, өз-өзіңді жетілдіру жұмысы үйді тазалауға ұқсас тірлік. Мен ең алдымен ойымды және иланымымды саралап шығамын. Кейбіреуін жақсы көремін, сондықтан жөніне қалдырып, бұрынғыдан да пайдалы қыламын. Кей иланымыма аздаған өзгеріс енгіземін. Ал баз біреулерін ештеңеге жарамайтындықтан қоқыс сияқты басымнан шығарып тастаймын. Осыған бола ашуға ырық беріп, заланудың және өзіңді жазғырудың түкке қажеті жоқ. Мен өзгергім келеді, жаттығуы. Ол үшін мен өзгергім келеді деген аффирмацияны пайдалансаңыз болады. Мұны мүмкіндігінше жиі қайталаңыз. Осы сөзді айтқан кезде алқымыңызға қол тигізуге болады. Өйткені алқым тәніміздегі өзгерістер қуатының қайнар көзі. Тамағымызға саусағыңыз тиген бойда ой санаңызда жаңғыру үдерісі басталады. Өмірдегі өзгерістерге өзіңізді бейімдеуіңіз керек. Өзіңіз өзгеруін қаламаған өмірдің саласы ең алдымен өзгерісті қажет ететінін қаперде ұстаңыз. Ғалам әрқашанда ой пікіріңіз бен сөзіңізге назар аударып, жауап қайтарады. Тұжырымыңызды айтқан бойда жағдаяттар өзгеріп сала береді. Өзіңді өзгертудің әдіс тәсілдері. Өзіңізді жетілдіру барысында менің ғана ақыл кеңесімді пайдаланбаңыз. Басқа да пайдасы мол әдістер жетіп артылады. Солардың кейбіреуі туралы ойланып көріңіз. Мен бұл жерде рухани, психикалық және тәни тәсілдерді айтып отырмын. Сондай-ақ адамның тәніне сана сезімі мен рухани әсер ететін холистикалық, бірегей ғаламдық әдістер де бар. Әуелі бір тәсілді пайдаланып көріңіз, сосын басқаларын біртіндеп қосып отырасыз. Кейбір клиенттер психикалық әдістен бастайды да, сонымен бірге семинарларға қатысады. Немесе ем-дом алып жүреді, ал кейбіреуі рухани тәсілдерді медитациямен ұштастырады. Үйді тазалап жиыстыруды қай бөлмеден бастағаныңыз маңызды емес, солай ғой? Сондықтан кеңесіме құлақ асып, өзіңізге бәрінен көбірек ұнайтын әдістен бастаңыз. Қалғаны өз ретімен келеді. Бей-берекет тамақтанатын адамдар рухани әдістерді пайдалана бастаса, дұрыс тамақтанбай жүрмін деген қорытындыға жиі келеді. Арнайы әдебиет пен семинарлардың ықпалынан олар сырт келбетімен сезім түйсігі күнделікті тұтынатын азық-түлік түрлеріне байланысты екеніне көз жеткізеді. Мен тамақтану туралы кеңес бере алмаймын. Өйткені әр жүйенің біреуге жаққанымен келесі біреуге жақпайтынын ерекшелігі болады. Менің қарамағымда холистика саласында тәжірибесі мол бірнеше тәуір маман бар. Клиент тамақтануға қатысты кеңескісі келсе, әдетте соларға жіберемін. Бұл әр адам өзіне неғұрлым жарамды әдісті тауып, кәсіби кеңес алуға тиіс сала. Өздері ауырған кезде тамақтану жүйесін қайта жасап, әрі оны жұртшылыққа жеткізуді көздеген авторлар осы тақырыпқа арнап қыруар кітап жазды. Бірақ адамның бәрі бірдей емес қой. Мысалы, макробиотика мен натуропатия бір-біріне мүлде қарама-қайшы екі жүйе. Натуропатияны жақтаушылар ешқашанда ештеңені қайнатпайды, қуырмайды, нан мен дәнді дақылдарды сирек тұтынады. Жеміс-жидек пен көкөністі тамақпен қатар пайдаланбауға тырысады. Бұған қоса олар тұзды татып алмайды. Макробиотиканы қолдаушылар керісінше әртүрлі тағам пісіреді, қуырады, қайнатады, тұздан да тартынбайды және азық-түлік түрлерін араластырып, әр алуан тамақтану жүйесін ойлап табады. Екі жүйеде кеңінен қолданылып, талай адамды ауруынан айықтырды. Бірақ бұлардың қай-қайсысы да жұрттың бәріне бірдей жарай бермейді. Менің тамақтану жүйем өте қарапайым. Жеміс-жидек пен көкөніс, дәнді дақылдың бәрін пайдаланамын. Жасанды жолмен өндірілген тағам түрлерін татып алмаймын. Тамақтануға саналы түрде қарауға кеңес беремін. Оған қоса дұрыс тамақтану арқылы тәнімізге және оның бізге беретін белгісіне жіті назар аударуға дағдыланамыз.
Өмір бойы өкшемізді басып, ізімізден қалмайтын жағымсыз ойдан арылу, көп жыл бей-берекет тамақтанудан салауатты тамақтану жүйесіне көшкенге пара-пара әрекет. Бірақ кез келген жағдайда да күйзеліске ұшырауыңыз мүмкін. Дұрыс тамақтануға көшкен кезде ағзаңыз улы заттектерден арыла бастайды да, халіңіз бірер күнге нашарлап кетеді. Ойлау дағдыңызды өзгертуге бел буғанда да дәп солай болады. Әуелде өмірлік жағдаяттарыңыз қиындап кеткендей көрінеді. Мерекелік дастарханды көз алдыңызға елестетіңізші. Бәрі дәмді тағамдарды жеп алды. Енді күрке тауықтың еті қуырылған табаны жуу керек. Ал оның түбі күйіп кеткен, іші сыртының майы баттасып тұр. Алдымен ыдыс жууға арналған сұйықтықты ыстық суға құйып, бірнеше уақыт жібітіп қоясыз. Содан соң жууға кірісесіз. Баттасқан майды кетіруге қанша күш кетті десеңізші. Ысқылай қырнап жуып шаюды жалғастыра берсеңіз, көп ұзамай тазарып, жаңа ыдыс сияқты жалтырап шыға келеді. Арылғымыз келетін жағымсыз ой пікіріміз де тап солай тазару процесінен өтеді. Сондықтан жаңа аффирмацияларды меңгеруді жалғастыра беріңіз. Көп кешікпей ойлау жүйеңізді шектеуші ескі стереотиптарды бір жола арыласыз. Өзгеруге ниеттену жаттығуы. Сонымен біз өзгеруге шешім қабылдадық және тиімді тәсілдердің бірін немесе бәрін пайдаланамыз. Енді солардың бірін сипаттай кетейін. Оны өзім де клиенттермен жұмыс істеу барысында қолданам. Біріншіден, айнаға қараңызда өзіңізге мен өзгергім келеді деңіз. Сол кезде қандай сезімді бастан кешкеніңізді есте ұстаңыз. Егер толқысаңыз немесе өзгеруге қарсылық байқасаңыз, өзіңізге неге, ескі иланымға несіне жармасып тұрмын деп сұрақ қойыңыз. Құдай үшін өзіңізді айыптап жазғырмаңыз, тек реакцияңызды есте сақтап қалыңыз. Нақ осы иланым, ой пікір сізге бәрінен бетер жайсыздық алып келгеніне бәс тігуге бармын. Мен оның қайдан пайда болғанын білгім келеді. Ал сізші? Білесіз бе? Жай білетін білмейтініңіз маңызды емес. Кәнекей, осынау жағымсыз ойдан арылуға тырысайық. Ол үшін айнаға таяп келіңіз де өзіңізге тік қараңыз. Сосын алқымыңызға қол тигізіп, мен бойымдағы қарсылықтан арылғым келеді, деп 10 рет дауыстап айтыңыз. Айнамен жаттығу өте тиімді. Балалық шағымызда біз адамдардан көптеген жағымсыз ақпарат алдық. Олар көзімізге тік қарап, бәлки саусағын безей сес көрсете сөйледі. Қазір де айнадан бейнемізді көрген сайын өзімізге жағымсыз сөз айта саламыз немесе сырт келбетімізді, мінез құлқымызды сынап мінеп қаламыз. Көзімізге тура қарап, жылы сөз айту, аффирмациямен жұмыс істеу барысында жақсы нәтижеге жетудің ең қысқа жолы. Мәселенің мәнін жете түсіну, айығу мен өзгеру жолындағы алғашқы қадам. Өзімізді мазалаған жайтты жөнге келтіріп түзету үшін тамырын тереңге жіберген қандай иланым, оны тірлігімізге әкеліп тықпалағанын түсінуге тиіспіз. Бәлкім, біз осы ахуал туралы жиі ойлап, мұң шаға беретін шығармыз. Салдарынан бар зейінімізді соған аударамыз да жіпсіз байланып қаламыз. Жағдайдан шығар жол табу үшін дос жаранымызға, тәлімгер ұстаздарымызға, әріптестерімізге немесе арнайы әдебиетке жүгінеміз. Өз өмірімді қолыма алып, өзгеруім досымның сөз арасында өзін бір жиналысқа шақырғанын айтудан басталды. Ол барған жоқ, ал мені шараға қатысуға әлде бір күш жетеледі де тұрды. Осынау елеусіз оқиға өзімнің даму жолындағы алғашқы қадамым болды. Оның маңызын бір сыпыра уақыт өткен соң түсіндім. Оқып үйренудің бастапқы сатысында мұндай тәсілді қисынсыз әңгіме, бос сандыраққа балаймыз. Ол өте оңай әрі ерсі көрінуі де мүмкін. Біз өзгергіміз келмей қарсыласып бағамыз. Тіпті өзгерістің қажеттігі туралы ой келгенде ашулана бастаймыз. Клиенттерім мен семинарыма қатысушылар нәтижеге жете қоймаса, олардың кез келген реакциясы өздерінің шипалы процестің қайнаған ортасында жүргенін көрсететінін жиі айтамын. Шыдамсыздықтың өзі қарсыласудың бір түрі. Оқып үйренуден және өзгеруден бас тарту болып шығады.
Біз тап қазір түбірлі өзгерістер жасауды талап ете отырып, өзімізге проблемаларды шешуге мүмкіндік пен уақыт қалдырмаймыз. Қарапайым мысал келтірейін. Бір бөлмеде отырып екіншісіне барғыңыз келсе, орныңыздан тұрып, солай қарай қадам басып жүруіңіз керек. Орындықта қозғалмай отырған күйі басқа бөлмеге кіре алмаймыз. Сіздің проблемаңызға қатысты да солай. Егер одан құтылғыңыз келсе, бірақ еш әрекет қылмасаңыз, шешімін тек күрделендіре түсесіз. Енді туындауына өзіміз себеп болған жағдайдың бүкіл жауапкершілігін байыптап сезінетін кез келді. Мен мұнда кінәлі екеніңізді немесе өзіңізге көңіліңіз толмайтынын меңзегенім жоқ. Өз бойымызда ой-санамызды жаңғыртып түрлендіретін күш-қуат барын байыппен ұғынуға тиіспіз. Бұрын білместікпен осы күш-қуатты өмірімізде жағымсыз жайттар туындауына жұмсадық. Бірақ сол кезде өз қылығымызға есеп берген жоқпыз. Енді жауапкершілікті түсіне отырып, осы күш-жігерді өз игілігімізге пайдалануды саналы түрде үйренеміз. Клиенттеріме проблеманы шешудің тың тәсілдеріне немесе соған қатысты бар адамдарды кешіру қажет екенін айтқан кезде, олардың ашу-ызадан жұдырығы түйіліп, тісі шықырлап кететінін жиі байқаймын. Қарсылығы сыртқа теуіп, бетіне шығып тұрады. Мен онда нысанаға дәл тигізгенімді түсіне қоямын. Біздің өмірден үйренетініміз көп. Ең қиыны өзіміз таңдап алған өмір сабақтары. Егер бәрі ойдағыдай жып-жылмағай жүріп жатса, онда бұдан сабақ ала алмаймыз. Демек, бұл бізге бұрыннан белгілі нәрсе болғаны. Үйренуден қорықпаңыз. Алдыңызда қиын жұмыс тұрғанын, бірақ оны істегіңіз келмей қарсылық білдіретініңіз көзге елестетіп көріңіз. Ал бұл нақ осы сәтте сізге ең маңызды сабақ болмақ. Қарсыласуды доғарыңызда өзіңізге қажетін алыңыз. Сонда ілгері қадам басуыңыз оңайлай түседі. Жалқауланбаңыз, өзгеріске қарсы шығуға ырық бермеңіз. Біз сізбен екі бағытта жұмыс істейміз. Біріншісі, өз қарсылығымызды жай ғана бақылаймыз. Екіншісі, ойлау дағдымызды өзгертеміз. Өзіңізді қадағалаңыз, өзгеруге қарсылық өн бойыңыздан қалай көрінетінін көз жеткізіп алыңыз да алға тарта беріңіз. Біз қолданатын әдіс тәсілдер. Біз көбіне қолға алған бір істі бастап кете алмай, қарсы шығамыз, не кежегіміз кейін тартып тұрады. Ондайда қарсылығымыз іс-әрекетімізден көрінеді. Көбіне әңгімені басқа арнаға бұрып жібереміз, бөлмеден шығып кетеміз, не ваннаға кіріп кетеміз. Кешігіп келеміз, я болмаса ауырып қала саламыз. Басқа бір іспен айналысып, айдалаға қарап, мысалы терезеге көз тігіп, журналға үңіліп жұмысты баяулатуға да болады. Кейбіреу мұндайда тамақ жеп, сусын ішеді, темекі тартады, айналасындағы адамдармен жаңа қарым-қатынас орнатады, немесе оны бір жола үзеді. Көлік апатына, тұрмыстық электр қондырғыларының кәріз жүйесінің істен шығуына себепкер болады. Долбар. Өз қарсылығымызды ақтап алу үшін көбіне біз кінәні біреуге жабамыз да, мұны күйеуім, әйелім түсінбейді. Бұл үшін толықтай өзгеруім керек. Мұндай адамға тек есі ауысқандар ғана барады. Ашуланған кезімде маған ешкімнің әлі келмейді. Олар проблемамды шешуге көмектесе алмайды. Менің жағдайым мүлде бөлек. Мен оларды мазалағым келмейді. Бәрі өзінен өз қалпына келеді. Ешкім бұлай істемейді деп, бұдан ештеңе шықпайтынын мәлімдейміз. Иланым, біз өзгеруімізге кедергі келтіріп тосқауыл қоятын қасан көз қараспен өстік. Міне, солардың кейбіреуі бұл мүлде дұрыс емес. Егер мен осылай істесем, жаман болады. Әдетте ерлер, әйелдер бұлай істемейді. Менің отбасымда бұған жол берілмейді. Махаббат маған қол емес. Ол жер алыс, бармаймын. Жұмыс бастан асып жатыр. Мынау қымбат қой. Бұл өте көп уақыт алады екен. Бұған сенбеймін. Мен ондай адам емеспін дегенге саяды. Олар күш-қуатымызды орнымен қолданбаймыз да, сосын өзгерістерге қарсылығымызды сонымен ақтап алғымыз келеді. Әдетте Құдай мұны құп көрмейді. Сәтін салған кезде көрермін. Мұндағы жағдай мен үшін қолайсыз екен. Олар менің өзгеруіме мүмкіндік бермейді.
Менде жол көрсетер жақсы ұстаз жоқ. Дәрігерім бұған қарсы, жұмыстан кейін бұған уақыт таба алмаймын. Оларға алданып қалғым келмейді. Бәріне солар кінәлі. Әуелі олар өзгеруге тиіс. Мен алған бойда осын істеймін. Олар мені түсінбейді. Оларға зиянын тигізгім келмейді. Бұл менің тәрбиеме, діни және пәлсапалық ұстанымыма жат дүние деп сынықтан сылтау іздейміз. Өзін өзі бағалау. Әр қайсымыздың сырт келбетімізге қатысты өз түсінігіміз бар. Оны өзгерістерге кедергі немесе бас тарту ретінде қабылдаймыз. Өмірімізді өзгертуге өзімізді тым кәрі, жас, семіз, арық аласа, сұңғақ бойлы, жалқау, қайратты, әлсіз, томаға тұйық, ажарлы, кедей, олақ, жеңілтек, байсалды, тоқмейіл санаймыз. Сізге осы тізім тым шұбалаңқы көрінбей ме? Кейінге қалдыру. Көбіне өмірімізге жаңа леп әкеліп өзгеруді бірден бастап кете алмай жатамыз. Мұндайда қарсылығымыз кейінге қалдыру арқылы көрініс табады. Мен мұны кейін істеймін. Тап қазір бұл туралы ойланғым келмейді. Қазір оған уақытым жоқ. Бұған көңіл бөлсем, жұмысым жайына қалады. Иә, идея жақсы екен, бірақ оны басқа кезде істейтін шығармын. Алдымен мына істі бір жақты қылайын, мұны бастау тым кеш немесе әлі ерте сияқты деп өзімізді ақтап алғымыз келеді. Бас тарту. Менде бәрі жақсы. Бұл жайтқа қолдан келер қайран жоқ. Соңғы кезде менде бәрі керемет болып кетіп еді. Сол өзгерістен маған келіп кетер пайда бар ма? Егер бұл жағдайға көңіл бөлмесем, өздігінен шешілетін шығар деген сөздер қандай да бір өзгерістен бас тартуды білдіреді. Қорқыныш. Қорқыныш атап айтқанда, белгісіздік үрей өзгерістерге қарсыласудың ең басты себебі. Айла шарғылардың тізімі ұзын шұбақ болуы мүмкін. Өзіңіз қарап көріңіз. Мен әлі дайын емеспін. Үнемі сәтсіздікке ұшыраймын. Олар мені қабылдамайды. Жұрт не ойлайды? Күйеуіме немесе әйеліме айтуға қорқамын. Маған мұны тыңдау ауыр. Бәлкім өзім өзгеруім керек шығар. Бұл тым қымбат. Одан ажырасқанша өлгенім артық. Сезімімді жеткізуге батылым бармайды. Бұл туралы айтқым келмейді. Мұнымен күресуге енді күш-қуатым жетпейді. Менің қай жерде өліп қалатынымды кім біледі? Жеке басымның еркіндігінен айырылып қалғым келмейді. Бұл өте қиын ғой. Қазір қаржыдан қиналып тұрмын. Мертігіп қалармын. Мінсіз болып көрінгім келмейді. Ешкімге сенбеймін. Бәрінен көңілім қалған. Бұл абырой беделіме нұқсан келтіру мүмкін. Бұл тізбені шексіз жалғастыра беруге болады. Ал сіз бірдеңе жасағыңыз келмегенде әлде бас тартқанда осындай сылтау айтасыз ба? Сізге тапсырма берейін. Ол үшін өз тәжірибемен екі мысал келтіремін. Екі жағдайда клиенттердің қарсылығы неден көрінетінін анықтап көріңіз. Түрлі ауру сырқауын айтып қабылдауыма бір әйел келді. Ол 3 рет көлік апатына ұшырап, арқасы, мойны, мен тізесі зақымданыпты. Жолшыбай адасып кетіп, кептеліске тап болғандықтан қабылдауға да кешігіп келді. Ол бүкіл проблемасын қысылып қымтырылмай айтып шықты. Бірақ сізден бір нәрсе сұрайыншы деуім мұң екен. Аяқ астынан әбігерге түсті де қалды. Сол сәтте жанаспалы линзасы көзіне батып, мазасын алды. Кенет басқа орындыққа отырғысы келді. Сосын әжетханаға баруы қажет бола қалды. Содан қабылдаудың соңына дейін назары басқа жақта болып, айтқаныма мән бермеуге тырысып бақты. Жағдайды түсінген шығарсыз. Иә, дұрыс, оның әбігершілігінің бәрі қарсылықтың белгісі. Ол әйел өткенімен қоштасып, ауруынан айығуға әлі дайын емес еді. Оның әпкесі де арқасын 2 рет жарақаттап алғанын кейін білдім. Шешесі де сондай жағдайға душар болыпты. Келесі клиент көшеде өнер көрсететін тәп-тәуір актер еді. Ол өзгелерді, әсіресе студенттерді алдап, тақырға отырғызғанын, жымқырған затымен дер кезінде табанын жалтыратқанын айтып мақтанатын. Сөйте тұра, үнемі ақшасыз жүретін пәтер ақысын кемінде 1 ай кешіктіріп төлеуші еді. Тіпті телефонын жиі ажыратып тастайтын. Алқам-салқам киініп, жұмысты да тип қашып істейтін.
Сондай-ақ тұла бойы қақсап ауыратын еді. Жеке өмірінің де қиюы қашып, жолы оңғарылмай қойған. Әрине өзгелерге кесірін тигізіп жүргендіктен оның өмірінде жақсылықтың орнауы неғайбыл еді. Өмірін жақсарту үшін оған алдымен адамдардың алдап арбауын доғару керек. Осы жағдай туралы не ойлайсыз? Иә, дұрыс айтасыз. Ескі әдеттерімен қоштасуға әзір емес екені клиенттің өзгеріс атаулығы қарсылығын айғақтап тұр. Достарыңыздың мазасын алмаңыз. Өзімізді жетілдірумен айналысудың орнына біз көбіне достарымыздың бірін өзгертуге тырысамыз. Бұл да қарсыласудың бір түрі. Алғашқы жылдары маған бір әйел келіп жүрді. Ылғи ауруханада жатқан достарына баруымды өтінетін. Оларға жай ғана гүл шоғын беріп жіберудің орнына достарының проблемасын менің көмегіммен шешкісі келеді. Содан оның сырқаттанып жатқан құрбыларына магнитофон қолтықтап барсам, олар таң қалады. Өйткені мұнда не себепті келгенімді, өздеріне не істемек ниетім барын білмейді. Өздері менімен кездесуді қаламайтын адамдармен араласып құраласудың қажеті жоқ екеніне көзім жеткенге дейін осылай жалғаса берді. Кейде маған клиенттер тек қызықтау үшін келеді, немесе қабылдауыма әлде бір байшы кештер алдына ала жазып қойған болып шығады. Бірақ бұл әдетте ешқандай нәтиже бермейді. Әлгі адамдар да маған енді қайтып келмейді. Біз көбіне өзгелермен қуанышымызды бөліскіміз келеді. Алайда достарымыздың қуанышқа ортақтасып, нақты бір жағдайға қатысты көзқарасымызды қолдауға шамасы келмеуі мүмкін. Себебі өзгеріске өзіміз дайын емеспіз ғой. Оның үстіне бұл бізді араздастырып тынуы мүмкін. Мен өз аяғымен іздеп келген жандарға ғана көмектесемін. Дос жаранымды текке мазаламаймын. Айнамен жаттығу. Айна өзімізге деген қарым-қатынасымызды бейнелейді. Ол бізге өмірімізді шадыман шаттықпен, жан ұшығандай жарасымға бөлеу үшін қай жерімізде және нені өзгерту керегін айқын көрсетеді. Мен барша адамға айнаның жанынан өтіп бара жатқанда көзге тіке қарап жақсы сөз айтуға кеңес беремін. Аффирмациялармен жаттығудың ең тиімді тәсілі жылы лебізді айнаға қарап тұрып дауыстап айту. Өзгеріске қарсысыз ба, жоқ па, сол бойда сезінесіз. Егер қарсы болсаңыз, осы кемшілікпен тезірек арылудың тәсілін табу керек. Егер бұған да айнаны пайдалансаңыз, өте тамаша болар еді. Аффирмацияларды айта отырып, оған жиі жүгінгеніңіз жөн. Не нәрсеге қарсылық көрсетіп, неге көңіліңіз құлайтынын анықтап алыңыз. Айнаға қарап тұрып, мен өзгергім келеді деп айтыңыз. Өз реакцияңызға назар аударыңыз. Егер толқысаңыз немесе қарсылық білдірсеңіз, өзіңізден неліктен деп сұраңыз. Енді қандай ескі иланымға жабысып алғаныңызды анықтаңыз. Бірақ өз-өзіңізді жазғырып сөгудің қажеті жоқ. Тек сол сәтте жадыңызда қандай ой қалқып шыққанын есте сақтап қалыңыз. Нақ сол ой сізді ең үлкен сәтсіздіктерге ұрындырады. Оның қайдан пайда болғанын біле аласыз. Егер аффирмациялармен жаттыққаннан кейін ештеңе өзгермесе, бұл бір пайдасыз нәрсе екен деп айта салу оңай. Демек, сізге аффирмацияларды айтпас бұрын өз-өзіңізді жетілдіру қажет. Қайталана беретін стереотиптер нәпсі қалауы. Әрбір әдетіміз қайталана беретін әр стереотипіміз нәпсі қалауын айшықтап, ой-пікірімізге иланымымызға сәйкес келеді. Сондай-ақ, ол артық салмақ қосуымызға, қарым-қатынастың бұзылуына, сәтсіздікке ұшырауға, темекі тартуға себеп болып, айналып өте алмастай проблемаларға киліктіреді. Мұны енді ешқашан жасамаспын деп өзімізге қанша рет уәде бердік, бірақ әлі кеш емес еді. Ал біз тортты асап жеп алдық, темекіні бұрқыраттық, жанымызға жалау тұтқан жақынымызды ренжіттік, тағы сол сияқты. Содан соң ашуланып, мен ерік жігері жоқ тәртіпсіз адаммын, нағыз ынжықтың өзімін деп өз-өзімізді сөгеміз. Осының бәрі өмір бойы өкшеңізді басып, қыр соңыңыздан қалмай келе жатқан өз-өзін кінәлау сезімін қоюлата түседі. Шын мәнінде бұл проблеманың ерік жігерге де, тәртіпке де еш қатысы жоқ. Біз неден құтылуға тырыссақ та, мұның бәрі сыртқы көрініс қана, басқа түк емес. Туындататын себептерін құртпай тұрып, симптомды жоюдан пайда шамалы.
Тек өзімізді бақылауды ұмытып, ерік жігерімізді не тәртібімізді босаңсытқан бойда симптом қайтадан жетіп келеді. Нәпсі қалауынан арылу. Мен клиенттеріме осынау жағдайды өзіңіз қажет еткенсіз, әйтпесе ол пайда болмас еді. Кәнекей нәпсі қалауынан арылуға құлшынысыңызды оятайық. Сонда темекі тартуға, тамақты тоя жеуге құмарлық және тағы сол сияқты өн бойыңыздағы теріс стереотиптің бәрі өздігінен жойылып кетеді дегенді жиі айтам. Мұндай жағдайда алғашқы аффирмация «мен нәпсі қалауынан арылғым келеді» деген сыңайда айтылуға тиіс. Өзіңізге «мен нәпсі қалауынан, мейлі ол артық салмақ, қаржы жетіспеушілігі және тағы басқа болсын, арылғым келеді» деңіз. Егер осы сөздерден әлде қандай қарсылық сезінсеңіз, басқа аффирмацияңыздан еш пайда болмайды. Ой шырмауынан шыға алмай жүрсеңіз, өзіңізді қолға алып, одан арылуыңыз керек. Егер жіп шумағын тарқатып көрсеңіз, тінін тартқылап созбақтаған сайын шатысқан түйіні шиеленісе беретінін жақсы білесіз. Шатысқан түйінді асықпай тарқатып, шыдаммен шешу қажет. Сана сезіміңіздің шиеленісін тарқату үшін де сізге сондай сабырлық пен табандылық керек ақ. Қажет болған жағдайда достарыңыздың, әріптестеріңіздің немесе білікті мамандардың көмегіне жүгініңіз. Осы процесс барысында өзіңізге сүйіспеншілікпен қараңыз. Табысқа жету кілті өткенімізбен қоштасып, қасан көзқарасымыздан арылу. Бар құпия осында жатыр. Проблеманы айтқан кезде өміріміздегі әрбір жайт әлде бір ойлау дағдысын, табиғи көрінісін екенін меңзеймін. Сыртқы көрініс симптоммен күресу күш-жігерді босқа зая етуден басқа түк емес. Оның салдарынан проблема тек күрделене түседі. Кез келген істі кешіктіріп бастау, мен лайық емеспін деген иланымнан бір көрініс. Қайткенде де іске кірісуден қашқақтап, әр қилы айла шарғы мен сырғыма сылтаулардың етегіне жармаса кетуді әдет етіп алсаңыз, сізге мен лайық емеспін деген иланым тән болғаны. Шаруасын сағыздай созып, ырғалып-жырғалып жүретін адамның көпшілігі қыруар күші мен уақытын зая етіп, сол үшін өз-өзін сөгіп, іске алғысыз адам екеніне сендіріп бағады. Өзгелердің қуанышын көре алмау. Бір клиентім айналасындағылардың назарын өзіне аудартуды және жақсы көретін және өзгелердің сөзіне түсу үшін жиынға кешігіп келетін әдеті бар еді. Ол 18 баласы бар отбасында өсті. Кішкентай кезінен ақ өзін бәрінен мақрұм қалғандай сезінді. Егер ата-анасы бауырларын, аға әпкелерін тамақтандырса, оған сыбағасы ең соңынан тиді. Сондықтан қаршадайынан оның көкейінен жолы болғыштарға қызыл көз, қызғанышпен қарайтын көре алмаушылық сезімі пайда болды. Тіпті қазір де әлде біреуге жаратқанның шапағаты түсіп, өмірі жасара бастаса, қуанышына ортақтаса алмай, тек іштарлана қарайды. Құтты болсын айтудың орнына, мен де осындайға ие болсам ғой, немесе неге менде анау әлі күнге дейін жоқ деп күңкілдейді. Өзгелердің табысын, жетістігін көре алмау оның өзгеріп рухани жетілуіне кедергі келтірді. Өзіңізді бағалап құрметтесеңіз, жолыңыз ашылады. Бірде маған 79 жастағы әйел келді. Ән өнері пәнінен сабақ берген екен. Бірнеше шәкірті теледидарда жарнамалық хабарлар ұйымдастырумен айналысады. Ол да осы бизнеспен шұғылдануды армандапты, бірақ батылы жетпеген. Мен оған қолдау білдіріп, сіз болмысы ерек дара тұлғасыз, өз қалпыңыздан айнымаңыз, ойға алған ісіңізге рақаттана кірісіңіз. Сіздің қарым қабілетіңізге тәнті болып, еңбегіңізді бағалайтын адамдар қаншама, оларға игі істерді тындыруға қабілетті екеніңізді көрсетіңіз деп кеңес бердім. Содан соң әйел актерлік топты таңдайтын агенттер мен режиссерларды шақырып алды. Олар келген бетте жасын ұлғайғанына қарамастан жарнама мен хабарландырулар беруге байланысты бизнеспен айналысқым келеді деді. Бір шама уақыт өткен соң әлгі әйел бірнеше хабар жасады және әлі күнге дейін жұмысын жалғастырып келеді. Оны көгілдір экран мен журнал беттерінен жиі көремін. Есіңізде болсын, жаңа мансап жолын бастау ешқашанда кеш емес. Әсіресе сіз сол жұмыстан ләззат алып рақаттана бөленетін болсаңыз, айыңыз оңынан туатыны хақ.
Өзіңізді сынап міней берсеңіз, ешқашан мақсатыңызға жете алмайсыз. Өзіңізді үнемі сынап міней берсеңіз, арыныңыз басылып, жалқаулыққа ырық беріп қоясыз. Сондықтан ақыл-ой қуатыңызды еске стереотиптен арылып, жаңаша ойлау тәсілге көшуге жұмсауыңыз керек. Өзіңізге мен өзімді төмен санау сезімнен арылдым, өмірдегі бар жақсылыққа кенелуге лайықпын, оны мойындаймын деп айтыңыз. Бірнеше күн бойы осы аффирмацияны қайталасам, істегі түйткілдің бәрі өздігінен жоғалып кетеді. Сана сезімімде өзімнің құндылығым туралы ой орныққан бойда-ақ маған ізгілік пен игілік көп күттірмей жетіп келеді деңіз. Ал мұның жағымсыз ой пікірмен немесе өміріміздегі оқиғалармен қандай байланысы бар деп өзіңізге сұрақ та қоя аласыз. Қолыңыздан келмейтін іске бола өз уақытыңыз бен күш-қуатыңызды босқа сарп етпей, иланымыңызды өзгертіңіз. Егер қандай да бір жолмен жағдаяттарды өзгертуді қаласақ, мен осы жағдайды қалыптастырған ойлау дағдымды өзгерткім келеді деп айтуымыз керек. Сырқатыңыз немесе басқа да проблемаларыңыз туралы ойлаған сайын осы сөздерді қайталай беріңіз. Өзіңізге бұл жағдайды өз қолыммен жасап алғанымды түсіндім. Бойымда күш-қуатым толысты. Қасаң көзқарасымнан арылуға ниеттендім деп айтыңыз. Өзін өзі сынап мінеу, өзінің жағымсыз ойымен бетпе-бет оңаша қалуға жүрегі дауламаса да, дастарқан басына бір отырғанда жарты килодай сармайды жеп қоятын, сонымен бірге тағы бірдеңені апыл-ғұпыл асап шайнаңдап отыратын бір әйелді білемін. Ал ертеңіне өзіне көңілі толмай, мен неге мұнша толықпын деп назаланады. Ол кішкентай кезінен ақ үстелді жағалап жүріп, отбасы мүшелерінен артылған тамақ пен сармайды шетінен асай беруге әдеттенген екен. Үй ішіндегілер мұнысын қызық көріп, күлкіге кенелген. Өрескел қылығының қолдағандай ешқайсысы бетінен қақпаған. Өзіңізді сөгіп ұрысқанда немесе жазалағанда кімге ықпал ететініңіз туралы ойладыңыз ба? Стереотипіңіздің бәрі, жағымдысы да, жағымсызы да 3 жасар кезімізде қалыптасады. Содан соң өмір жолымыз да нақ сол кезеңде қалыптасқан түсініктерге негізделеді. Ата-анамыз бізге қалай қараса, біз де өзімізге солай қараймыз. Сіз сөгіп ұрысқан адам өзіңіздің ішкі дүниеңіздегі сәби. Үркектеп үнемі әлденеден үрейленіп жүретініңізге ызалансаңыз, өзіңізді 3 жасар сәби ретінде елестетіңіз. Сол бөбек алдыңызға келсе не істер едіңіз? Оған ашуланып доқ көрсетесіз бе, әлде қолыңызды созып әбден жұбанғанша алдар қатасыз ба? Бәлкім бала күніңізді өзіңізді қумалаған ересектер сияқты қалай жұбатуды білмей дағдыратын шығарсыз. Ал енді есейдік, егер ішкі дүниеміздегі сәбиді жұбата алмасақ, бұл шынымен де өте өкінішті жағдай. Өткен шақ өтті кетті, бояуы сіңді, енді оны қайтара алмайсыз. Өзгелер сізге қалай қарағанын қаласаңыз, өзіңізге дәл солай құрмет көрсетіп аялаңыз. Үрейленіп қорқып қалған ішкі дүниеңіздегі сәбиге ұрыспаңыз, тек жұбатыңыз. Егер өзіңізді айыптап, сөге берсеңіз, қорқыныш пен үрей бұрынғыдан да қоюлана түседі. Ішкі дүниеңіздегі сәби өзін қауіпсіз сезіне алмаса, көптеген проблема туындайды. Балалық шақта өзіңізді бейшара сезінген кезіңіз есіңізде ме? Қазір ішкі дүниеңіздегі сәби де өзін тәп солай сезінеді. Өзіңізге мейірімді болыңыз, өзіңізді риясыз сүйіп, қолдап қолпаштаңыз. Өзін жақсы жағынан көрсету үшін бөбек нақ осыны қажетсінеді.